бір адамдар болады, жанына жақындасаң, бір қабағымен қара зіл болып басып, сүйегіңді ұнтап, рухыңды жаншып, бір сені жерге тығып жіберетіндей болып тұратын бір адамдар болады. Оның өкінішке орай ондайлар өте көп мына дүниеде. Ал енді өте сирек кездесетін бір адамдар болады. Жанына жақындасаң, сені сол сәулесімен орап, сенің бүкіл сүйегіңе дейін шұғылаландырып, рухыңды бір биіктерге самғатып, мынау боқташаққа толы дүниенің бір кірсілегінің бәрінен ажыратып, алыстарға алып кететін бір адамдар болады. Әрине өкінішке орай ондай адамдар өте аз. Бірақ аз да болса, біздің бағымызға, менің бағыма сондай адамдар жолықты. Солардың бірі Әбіш аға Кекілбайұлы еді. Әбіш аға Кекілбайұлы шын мәнінде бір әулие пішімді, бір сирек кездесетін өте жаратылыс. Шын мәнінде ұлылардың сарқыты. Біз берде елесін таныған, суретін көрген Абай, Шәкәрім сияқты дана әулиелердің сыпатындағы кешегі Әлихан, Ахмет, Міржақып сияқты, Қалел Жанша сияқты ғұламалардың сыпатындағы, оның бір жағында Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұландар сынды кемеңгер ғұламалардың сыпатындағы бір сирек кездесетін тұлға еді. Сирек жаратылған, шыған тоғайда бір туатын құбылыс еді. Біздің сол әйтеуір Құдайға шүкір, сол кісінің қасында жүрдік, соңына ердік. Сол біздің бақытымыз. Ол кісі тар жерде бір қырына тоқталғым келіп отыр. Ол кісі кез келген жерде сөз табатын, кез келген жерде ақыл табатын, кез келген жерде парасат пен пайымның үлгісін көрсете алатын адам болатын. Бір сөз есімде, 2003 жылдың маусымының басында Атырауда Махамбет атамыздың 200 жылдығының қарсаңында поэзия күндері өтті. Қаройда поэзия кешін өткіздік Махамбеттің басында. Сондай бір Фариза апам, Әбіш ағам мен Фариза апам басқарған бір таңғажайып, жағасында жұлдыздар жауған бір әсем шақтар еді. Ол біздің бір өміріміздегі жарқ етіп өткен. Сонда Құрманғазы сарайында бір адам сұрақ қойды: осы Махамбетті күйші қылудың не керегі бар? Махамбет батырлығымен ақ, ақындығымен ақ Махамбет болып қалмай ма? Оған күйтіп қалаудың не қажеті бар деген сияқты бір қыршаңқылау сұрақ қойды. Сонда Әбіш ағам айтып еді: Алла тағала адам баласын Махамбет қылып жаратуы қиын. Ал енді Махамбет қылып жаратқаннан кейін ол адамға ештеңе де қиын емес. Оған батыр болу да қиын емес, ақын болу да қиын емес, күйші болу да қиын емес деп. Сондықтан Махамбетте тарылмай-ақ қояйық, Махамбетте бәрі де болған деп, сол айтқан Әбіш ағам да Құдай тағала бір солай сүйіп жаратқан адам еді. Тағы бір әңгімесі есіме түсіп отыр. 90-шы жылдардың басында бұл кісі депутаттыққа Баянауылдан түседі. Сол өз аузынан естіген әңгімем. Бұл кісімен бірге тағы да 3 адам түседі. Сол елдің азаматтары, біреуі ауданның хатшысы, біреуі совхоз директоры, біреуі тағы сондай сол елдің бір қажарлы жігіттер ау деймін. Соңғы жиын кездесу елдің ақсақалдарымен болады. Елдің ақсақал, қарасақалдары жиналады. Сол Бесмейрам жұрты, Арғын елінің қуандық сүйіндік жұрты, оның ішінде Айдабол Күліктің небір тәуір шалдары болды дейді. Содан бір ақсақал айтты дейді: Қарағым, Әбіш, бұл елдің өздерінің азаматтары жоқ па? Сен де өзің Маңғыстау дейтін жердің перзенті екесің, кіші атаның баласы екесің. Өздеріңнен неге түспедің? Біздің еліміздің де азаматтары бар, мына өсіп келе жатқан. Осылардың да болғанын жақсы көреміз деген төтен сауал қойды дейді. Сол кезде Әбіш аға айтады: жүйріктігіңді білгің келсе, ат баптаған ауылға бар. Қолың кезіңде көрмедім деп сыйпамай жібермес жалыңды. Жігіттігіңді білгің келсе, азамат өскен ауылға бар.
атаңмен табақтас болмадым деп сындыра қойма сағыңды деп келдім ақсақал орталарыңа деп айтты. Сол кезде мынау бер жағы Мәшһүрден, ар жағы тұнау Көмекей әулиелерден жалғасып жатқан Едіге билерден, Шоң Торайғыр билерден бері қарай жалғасып келе жатырған самсаған шынжырдың соңғы үзіктері болса керек, әлгі ақсақал айтты дейді. Қолын көтеріп алып, ей жігіттер, Әбіш өтті деп айтты дейді депутаттыққа. Қалғандарың дауысты қайтып алыңдар деп айтты дейді. Сол жерде бір ауыз сөз, сол біздің 20 ғасырдың аяғына дейін сөзге тоқтау жеткен болып тұр ғой. Бір ауыз сөзбенен түйін шешілді дейді. 13 аманат жүктеді дейді. Сол 13-ші аманаттың соңғысы Сұлтанмахмұт, қазақтың жыр сұлтаны Сұлтанмахмұт Торайғыровтың басына күмбез орнату. Сол Маңғыстаудан иманды болсын Жолан шеберді алдырып, Маңғыстаудың тастарын алдырып, сыңғыраған күмбез. Мен алдыңғы жылы барып кеттім. Торайғыр көлінің жағасында, сол Торайғыр көлінің айнасында шағылысып, Маңғыстаудың аппақ күмбезі жыр сұлтаны Сұлтанмахмұттың басында тұр. Бұл да бір Әбіш ағамыздың көп өнегелі шаруасының, осы тәуелсіз мемлекетті құру жолындағы өлшеусіз еңбегінің бір парасы болатын. Бүгін сол есіме түсіп отыр.